жерде Кырбышы деген бар, Талғат Тегелдинов атындағы мектеп бар ғой, содан негізі бастағанмын. Жас болдық қой барлығымыз, сондықтан ол жер болмады. Содан өмірлік жолымды осыдан таптым ғой. Кейінгі кезде қазақтың ұлттық нақыштағы спорт түрлері дамып жатыр. Сондықтан көбінесе заманауи қандай бізге заказдар түсіп тұрады, сонымен сай мен де тура сонымен былайынан айтқанда аяқ-аяқ жүріп келе жатырмын ғой. Тігілетін заттармен практически 80% менен связаны ғой. Басынан аяғына дейін біріншіден тапсырыс беріп отырған адам ол толығынан көре алады да, қандай материалдарды мен қолданып жатқанымды. Өйткені ол қолжетімді. Екіншіден көптеген адамдардың сұранысы бар аяқ киімге деген, өзінің бір ыңғайын айтады. Сол ыңғайдың барлығын мен оны аяқ киімді істеген кезде жүзеге асырып бердім.